Сәлем достар, баршаларыңызға. Өздеріңіздің кредитный рейтингтарыңыз қаншада тұрғанын көру үшін қандай сайтқа кіру керек, соның барлығын айтатын боламын. Біз әдеттегідей персональный кредитный бюро деген сайтқа кіріп аламыз. Ол жерге регистрациядан өтпесеңіз, регистрациядан өтіп, бұлай тіркеліп қойған болсаңыз, вход деп кірсеңіздер де болады. Егер де парольдарыңызды ұмыт қалсаңыздар, вход через YouGov деген тұр, астында YouGovпен кірсеңіздер де болады. Біз осылай номерді жазып және паролімізді жазып кіреміз. Базаға кіріп алған соң, жанында сіздерде аттарыңыз жазылып тұрады. Соған кіресіздерде өзіңіздің профильдеріңіз ашылады. Мой подписки дегенге кірсеңіздер, асы жанында өздеріңіздің алдыңға алып қойған рейтингтеріңіз көрініп тұрады. Ал енді біз одан жаңасын, басқасын бірінші рет алайын деп тұрған болсақ, жоғары жақта персональный кредитный рейтинг деген бөлімге кіретін боламыз. Ол бөлімге кірген кезде получить ПКР все за 100 теңге деп тұр. 100 теңге оплата төлеп, яғни біз өзіміздің рейтингімізді сатып аламыз, қанша болып тұрған көру үшін. Астына түсеміз. Өздеріңізге қолайлы қайсысымен төлейсіздер, соны басасыздар. Прийти на страницу оплаты дегенге басасыздар. Осылай сіздерге QR шығады және номер заявкасы шығады. QR-дан өтесіздер и номер заявка деген кездегі номерлеріңізді жазып, 100 теңге оплата жасайсыздар. Төлеп болған соң, астында обновить статус оплаты дегенді басасыздар. Ол жерде уақыт болады. Уақыт біткен соң обновить етіп көресіздер. Обновить еттік, міне. Енді жоғары жақта обновить етілген соң мой ПКР кредитный рейтингім көрініп тұрады. Рейтингіміз. Міне осы жерде сіздердің жаңағы сатып алған кредитный рейтингтарыңыз қаншада екені көрініп тұрады. Бұл видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Алдын ала рахмет.